Кәсіпкерлік бизнестің неғұрлым жекеше жағдайы, қызметтің бұл түрі көбінесе адамның жеке басымен, кәсіпкермен байланысты. Ол жаңа істі қолға алады, жаңа енгізілімді іске асырады, тәуекелділікке бас тігеді. Кәсіпкердің мәртебесі мемлекеттік тіркеуге алу арқылы қуатталады. Онсыз кәсіпкерлік қызметке тыйым салынады. Шаруашылық қызметтің барлық түрлері, оларға заңнамалық актілерде тыйым салынбаған болса, мысалы, коммерциялық, делдалдық, сату, сатып алу, инновациялық, кеңес беру, тағы да басқа қызметтер, сондай-ақ бағалы қағаздармен жасалатын операциялар кәсіпкерлікке жатады. Армысыздар, эфирде бизнес бағдары хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Армысыздар, табыс формуласы айдарының бүгінгі қонағы Сыр өңіріндегі танымал кәсіпкер, мейрамхана бизнесінің бастауында тұрған азамат Ерлан Қаниұлы Раимов мырза. Ерлан Қаниұлы, сұхбатымызды мен дәстүрлі сұрағымыздан бастағым келіп отыр. Сіз қазір бизнестің қандай түрімен айналысып жатырсыз? Жалпы негізі бизнес, ол мейрамхана бизнес. Менде 2-3 точка бар. Соған қоса мейрамхана бизнес өте қиын бизнес. Ол 3 бөлігінен құрылады. Мысалы, мына жерде біз өнім жасаймыз, сервис және қызмет. Ол әлем бойы ең қиын бизнесқа жатады. Соған қоса кез келген бизнесмен сияқты мен құрылыспен айналысамын. Бізде тігетін цех бар, пластик шығаратын цех бар, және де ағаштан өнім шығаратын цех бар. Мейрамхана бизнесін ашу ойыңызға қалай келді? 90-шы жыл Кеңес одағы қирағанда біз бәріміз үлкен мен отбасында туғанмын, өмір сүргенмін. Сол бәріміз жұмыссыз қалғанбыз. Сондықтан сол уақытта көптеген адамдар жұмыссыз жүріп, шоп-тур деген сондай ұғым болған. Шетелге барып, заттарды сатып алып, мына жерге сатқанбыз. Сол уақытта біз үлкен қарызға ақша алып, бір айда 100%-ға қарызға ақша алып, сол Қытай, Турция және де басқа да мемлекетке барғанда, сол жерде біз көптеген қонақ үйлерді көргенбіз. Сол жерде бәр жерде бізге тамақ жеу керек болған. Сондықтан сол жерде жүргенде сондай ой туған. Өйткені шетелде жалпы тамақтандыру бизнес өте дамыған. И сол жерден менде ой туған. Сосын біз Қызылордаға келгенде сол уақытта ағаш бөлімі жұмыс істеген. И сол жерде оларда актовый зал деген көп жыл ремонт болмаған ғимарат тұрған. И сол жерде біз сондай ұсыныс жасағанбыз. Жалға берсеңіз, өзіміз ремонт жасаймыз. Сондай келісімге отырып, сол жақтан біз бастағанбыз. Кез келген бизнесті бастаған кезде оның қиындығы қатар жүреді. Сіз өз кәсібіңізді ашқан кезде қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Өзім 20 жылдан аса бизнесмен айналысатынмын. 90-шы жылдан сол уақыттан бастап, мысалы, тек қана 1-2 үлгі айтсам, сол уақытта 2,5 мың пайыз инфляция болған. Мысалы, жай қарапайым қазақ сөзбен айтсам, $1000 мен істесем, бір айдан ол уже 2 есе азаяды. То есть біз как конверсия сияқты істесек, ақшаны істесек, ол қайтадан құны сондай қиындық. Сол уақытта зандар, дұрыс жандар, жақсы зандар болған жоқ. Бізді қорғайтын. Өте көп ыңғайсыз жағдай сол дұрыс емес жұмыс істеген мемлекеттік қызметкерлерден болған. Қаржы жағынан бізде банкілер үлкен пайызбен берген. Сол уақытта сондайда қиыншылық болды. Облыста бизнес климатты қалыптастыру, шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері туралы не айтасыз? Бізде бірінші орында жұмыссыздықты азайту.
Мен жақында оқып жатырмын, Америка құрама штатта мысалы бірінші орында жұмысты беру салалар ол қоғамдық тамақтандыру. Америка құрама штаты. Оларда ар бұрышта 4-5 столик сондай құрылған мейрамханалар, кафелер, кішкентай булочный, анау сусын сататын сондай көп дамыған. И сол жерде 2-3 адам, 3 адам, 4 адам сол жерде өте көп жұмыс орындар ашылады. Сондықтан қызмет сала, ол магазиндер бар, компьютерлік қызметтер, бухгалтерлік қызметтер, сондай заң қызметкер, көптеген қызмет сала болу керек. Сонда біз мұнайдан кішкене тәуелсіздікті уже азайтамыз. Қазір енді сіз жалпы осы кәсіпте үлкен жетістікке жеткен кәсіпкерлердің бірі саналасыз. Жалпы кәсіпкер қандай болу керек? Бастағанда мен шын айтсам ойлаған жоқпын. Кәсіпкер, мен ойым өз-өзіме тәуелді, ешкімнен тәуелді емес, өз-өзімен жүреді. Қашан тұрса тұрады, қашан жатса жатады. Бірақ ол басқаша болды. Біз қазіргі таңда, мен мысалы расписаниемен жүремін. Таңертең ерте тұрасың, бәрін жазасың, не істеу керек. Сол жерде кәсіпкер сөзде тұратын адам болу керек. Кәсіпкер, өйткені біз банкілермен жұмыс жасаймыз, бізге өнімдерді береді, біз базармен жұмыс жасаймыз, жалпы көптеген байланыс бізде болады. Мысалы, мейрамхана бизнес, біз даже жай светке төлегенде, суға төлегенде, мына жерде бәр жерде тәртіп болу керек. Өйткені көптеген бізде шығындар шығады. Біреуін төлемесен қазір бірден светті өшіреді, суды жабады. Сондықтан тәртіп болу керек, білімге жақын, таза болу керек. Қазір елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға байланысты көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Сонымен қатар кәсібін ашқысы келетін азаматтардың қатары да көбеюде. Сіз осы кәсібін енді бастайын деп жатқан азаматтарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Ең бірінші ақылымыз бізде жастар, олар қалай ойлайды? Олар тез нәтижеге, олар сол тез нәтиже болатын деп ойлайды. Жетуді ойлайды. Жетуді. Ал мен мысалы көп кітапты оқимын, өзімде тәжірибем бар. Шетелдегі үлкен миллиардный оборотқа әкелген адамдар, олар нольдан бастаған. Өте көп адамдар нольдан бастаған. Мен де $100 бастағанмын, мен сусын сатқанмын. Сусыннан қанша пайда табуға болады? 1 теңге ме? Сол 1 теңгеден мен көтерілдім. Бірақ мен қазіргі таңда, мысалы, сол жерде жұмыс істегенде, мен сол уақытта түсінген жоқпын, ал қазір мен жақсы түсініп жатырмын, ол менің тәжірибем. Мен сол уақытта бірінші қадамдарды жасап, адамдармен қалай оларға қызмет жасауға, оларды қалай тыңдауға, оларды көңілінен шығуға, сол жерде мен мынандай тәжірибе алғанмын. И ол маған өте қажет, өте жақсы әсер етеді. Білімге жақын болу керек. Қазіргі таңда жас кәсіпкерлерге жақсы интернет бар, теледидарды күнделікті көрсетеді. Соны оқу керек, соны меңгеру керек. Мысалы, қазір мүмкіндік шетелге, Россияға баруға көп мүмкіндік. Тіпті Алматыға да сол жерде жүргенде қалай кәсіпкерлер жұмыс жасайды, қалай көруге болады. Сондай көптеген заттарды білу керек. Ерлан Қаниұлы, алдағы жоспарларыңызбен бөлісіп отырсаңыз? Үлкен орталық Ақмешіт Сырдарияның қорасында қазір бізге үлкен біз құрылысты жасап жатырмыз. Сол жерде асхана салып жатырмыз. Сол жерде біз ойлап жатырмыз, сол халал стандартпен жақсы, сапалы, заманына сай жұмыс жасасақ, сол жерде қызмет жасасақ, сол арқылы бізде қазір жеріміз бар,
өзіміз ауыл шаруашылықпен де айналысуға мүмкіндік көзі ашылып жатыр. Өйткені бізге сол жерге ет те керек, басқа да заттар керек болады. Соны жассақ, және де артық заттарды басқа мейрамханаларға сатсақ, сондай да жоспарымыз бар. Жалпы осы жылы ойлап жатырмыз оқытатын орталықты ашуға. Өткені қазіргі таңда ең үлкен проблема ол бізде жұмыссыз адам көп, бірақ олар маман емес. Заманына сай маман емес. Өткен жылдарда Польша мамандармен сөйлескенмін. Оларда жеке үлкен университет бар. Мейрамханаларға мамандарды даярлайтын. Солармен сөйлескенде оларда қызығушылық бар. Сондықтан оларды әкелсем, мына жерде аутсорсинг деген сөз бар. Оларға управление берсек, олар бізге дайын, жалпы европалық стандартқа дайындауға, мамандарды дайындауға, басқа да салаларға дайындасақ, ол өте жақсы жұмыс болатын деп ойлаймын. Ерлан Қаниұлы, бізге уақыт бөліп, кәсіпкерлік жайлы тұшымды әңгіме айтқаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Алдағы уақытта да осы кәсібіңізге табыстар тілейміз. Елбасының 2014 жылғы 27 ақпандағы Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту жөніндегі түбегейлі шаралар туралы жарлығына сәйкес үкіметке бизнес-омбудсмен институтын енгізу арқылы ұлттық кәсіпкерлер палатасының рөлін күшейтуді көздейтін заң жобасын дайындау тапсырылған болатын. 2014 жылғы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңы бизнес-омбудсменнің тағайындалу тәртібі, оның міндеттері мен қызметі, құқықтық статусы туралы нормалармен толықтырылды. Ал 2016 жылғы 1 қаңтарда кәсіпкерлік кодексі іске қосылды. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап кәсіпкерлік кодексінде бизнес-омбудсмен институты, яғни Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөнінде уәкіл енгізілген болатын. Сондай түсініктеме беріліп отыр. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы президентінің өкімімен Палымбетов Болат Абылқасымұлы тағайындалып отыр. Бизнес-омбудсмен бизнес-омбудсменнің негізгі құқықтық мәртебесі, міндеттері, мақсаттары бұл кәсіпкерлік кодексте белгіленген. Ол 4 жылға сайланады. Бизнес-омбудсмен тікелей елбасына бағынып отырады. Өз құқықтарын, міндеттерін атқару барысында бизнес-омбудсмен тиісті уәкілетті органдардан кәсіпкерлердің құқығын қорғау үшін тиісті құжаттар, материалдар сұрауға құқылы. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың қойған талаптарына өз пікірінше, өз ой бойынша сәйкес келмесе, өзінің ойы құқықтық қорғау органдарына, яғни прокуратура органдарына ұсыныс енгізе алады. Мынаны қайта қарау үшін тиісті нормативті құқықтық актілерді тоқтатуға, егерде по его мнению, оның өз ойы бойынша бизнес климаттын нашарлатып отқан болса, мұндай нормативті құқықтық актілер бұны тоқтату туралы ұсыныс енгізе алады. Сонымен қатар бизнес-омбудсменнің негізгі міндеттерін атқару үшін оның аппаратын жұмысын қамтамасыз ету ұлттық кәсіпкерлер палатасына жүктелген. Естеріңізде болса, біз алдыңғы хабарымызда бизнес кеңесші жобасының аясында өтетін 2 күндік оқыту семинарына шақырған болатынбыз. Аталмыш оқу Қызылордадан бастау алды. Алдағы уақытта аудандарда жалғасын табатын болады. Жақсы дамыған бизнесің болу үшін сауатты басқару мен жоспарлай білу керек. Тайм менеджментті ұйымдастыру, бизнес әрекетті басқару, бизнес жоспар жасау, оны қорғап шығу, барлығы да бизнес сауаттылықты қажет етеді. Сондықтан кәсіпкерлер палатасы бизнес кеңесші жобасы бойынша оқыту семинарларын ұйымдастырады.
Аталмыш жоба жеке бизнесті қалай ашу, немесе құрылған компанияның жұмысын қалай оңтайландыру керектігін айқындайды. Оқу барысында қатысушы жеке бизнесті ашуға қажетті маркетинг, адам ресурстарын басқару, бизнесті жүргізудің құқықтық негіздері, қаржылар туралы білімді меңгереді. Ең бірінші кәсіпкерлік психологиясы өткізіледі. Бизнес идеяны қалай таңдау керек, онда қандай қиындықтар болуы мүмкін, сол жөнінде айтылады. Өйткені жаңағы бизнестің ең сәтті болуы, ең бастысы осы өзіңізге лайықты бизнес идеяны таңдап алудан басталады. Одан кейін маркетинг өткізіледі, бизнес жоспарды қалай жазу керек, қаржылық тұрақтылық жөнінде тағы да айтып өтеміз. Және соңынан осы мемлекетіміздің бизнесті қолдау бойынша қандай бағдарламалар жасап жатыр, ол жөнінде қандай өздерінің күш-жігерін жұмсап жатыр, сол жөнінде ақпарат беріледі. Негізінен 2 күндік тренингте біздің қатысушыларымыз кәсіпкерлік негіздері туралы жалпы мағлұмат алып өтеді. Биыл бизнес кеңесші жобасына қатысуға тілек білдірушілер саны жетерлік. Осы күнге дейін 500-ден астам адам жазылған. Олардың әрқайсысы алдына мақсат қойып, бизнестің қыр-сырын игеріп, өз кәсібін бастауды жоспарлап келген. Кәсіпкерлік палатаға осы шағын бизнес ашсам деген оймен келдім. Қазір мына бизнес семинарға келіп қатысып жатырмын. Бірінші семинар бизнес-советник деген. Осы семинар арқылы сол қалай кәсіп ашу керек екенін, жолдарын білуге, үйренуге солай келдім. Шағын бизнес ашу үшін кәсіпкерлер палатасына келгенімде маған осындай бизнес тренингке қатысуға ұйғарым жасады. Мен келіп осы жақта осы бизнестің қалай жолдарын білуге, бизнестік жоспарлар жасауға, оның маркетингтерін үйренуге және әрі қарай бизнесті дамытуға неше түрлі сабақтар алып жатырмын. Бұл кәсіпкерлік бағытындағы әліппесі десе болады. Яғни бұл жерден біз өзіміздің идеяларымызды, жоспарларымызды нақтылау үшін, сонымен қатар бизнес жоспар деген болады, сол нәрсені қалай дайындау керектігі, одан бөлек кәсіпкер болып тіркелгеннен кейін бұл кәсіпкерлік бағытында нарықты зерттеу, одан кейін нарыққа төзімділік, нарықтағы сұранысты анықтау, яғни маркетинг салаларын, осы сынды нәрселерді үйрену бағытында келіп оқып жатырмыз. Облыстық кәсіпкерлер палатасында қызмет етіп отырған заңгерлер кәсіпкерлерден келіп түскен әрбір өтініш арыздарды жіті қарап, соттарда, мемлекеттік органдарда болсын, кәсіпкерлік мүдделерін білдіруде. Соның нәтижесінде кәсіпкерлер палатасына келіп түскен арыз шағымдар оң шешімін тауып, кәсіпкерлердің өз ісін әрі қарай жүргізуіне септігін тигізіп отыр. Қазіргі таңда нақты осы кәсіпкерлердің құқығын қорғау іс-шаралар жүргізіліп жатыр біздің тарапымыздан. Енді соңғы осы 2 айдың ішінде қаңтар-ақпан айларында бізге облысымызға енді 39 арыз шағым келіп түскен кәсіпкерлерден. Оның көбісі жер қатынастары мәселесі жөнінде, ақша өндіріп беру, мемлекеттік орган тарапынан мемлекеттік сатып алу жөнінде жүргізілген шаралар бойынша. Қазіргі таңда енді 2 айдың ішінде 70 миллионға жуық қаражатын үнемдеп қорғап қалдық кәсіпкерлердің. Көптеген мәселелер көтеріліп отыр. Әкімшілік кедергілер жөнінде, жер алу барысында олардың нысаналы мақсатын өзгерту жөнінде облыстық кәсіпкерлер палатасы тарапынан біраз ұсыныстар енгізілді. Осы жер рәсімдеу тәртібін өзгерту жөнінде. Мысалы, айта кетсек, бір кәсіпкер магазин ашқысы келді дейік. Өз жерінде, индивидуальное жилищное строительство, өз үйін тұрған жерінде бір бөлігінен бір магазин ашқысы келді. Ол магазин ашу үшін оның жердің телімін өзгерту керек, нысаналы мақсатын, кәсіпкерлік немен айналысам деп. Оны өзгерту үшін ол кәсіпкер орналасқан жеріне байланысты 2 миллионға дейін ақша төлеу керек екен. Оны нақты заңда көрсетілмеген қай уақытта, бірақ енді жергілікті атқарушы органдар 1 ай ішінде, 2 ай ішінде деген өз өкімдерін бекітеді. Ол кішкене кәсіпкерлердің қалтасына
ауырлау тиеді. Өйткені ол бизнесті енді ашып жатыр, я ол бизнесін дамытып оборотный средстваға жіберу керек, я нысаналы мақсатын өзгерту керек жердің. Сол себептен біз қазір ұсыныс енгізіп отырық. Мақұл, кәсіпкер төлесін, бірақ төлегенмен оған рассрочка беріңіздер. 1 жылға, 2 жылға сол нысаналы мақсатын өзгертуге, жайменен бөлшектеп төлеуге. Оны кәсіпкерлер өздері де айтып отыр. Біз оған келсек, бірақ бізге кішкене мерзімдерін ұзартып, мүмкіншілік беріңіздер деп. Сондай ұсыныс енгізіп отыр. Еліміздің бүгінгі таңда қойып отырған міндеттерінің бірі шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту. Бұл экономикалық өрлеудің және әлеуметтік саяси жаңғыртудың басты құралы. Әсіресе жеке меншіктің нақты өмірге жүзеге асуы және орта таптың қалыптасуының материалдық негізі. Демек, шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі мемлекетімізде артқан сайын еліміз көркейіп, халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсарады. Қиын уақыттар қашанда жаңа мүмкіндіктер тудырады демекші, жұмыссыз қалған қызылордалық жас жігіт өзінің жеке кәсібін ашты. Сюжетке назар аударайық. Қызылордалық Доспол Бекенбай мамандығы бойынша инженер-электрик. Еліміздегі экономикалық жағдай оның тағдырын күрт өзгертті. Жеке кәсіп ашу бұған дейін оның ойында мүлдем болған да жоқ. 3 жыл инженер жобалаушы болып қызмет атқарған Доспол өткен жылы жұмысында қысқарып қалады. Жарты жылдай түрлі жұмыстар атқарып, азын-аулақ ақша жинайды. Достарымен үстел теннисі клубына барғаннан кейін жас кәсіпкердің ойына теннис клубын ашу туралы ой келеді. Клубың ашылғанына ұзақ уақыт болған жоқ, осы бір аптаның көлемінде келуші клиенттерім деп айтсам болады, сол кісілердің келіп ойнап кетіп жүр. Бірақ соның ішінде Астана қаласынан бір кәсіпкерлер жігіттер осында мен бойынша келді да. Олар өз кәсіптерінде осы кәсіпкерлер палатасы арқылы көп қолдау тапқан, өздерінің жобаларының, өздерінің істеріне осы кәсіпкерлер палатасы көп қолдау берген туралы айтып, маған сол жаққа баруға кеңес берген болатындығын. Сол кәсіпкерлер палатасына өзімнің осындай клуб ашқандығым туралы жеткізбеймін. Олар кез келген осындай жас кәсіпкер деймін, мен жас кәсіпкер болып табылғаннан кейін жас кәсіпкерлерге барлық бастамаларында көмектесетіндігі туралы жеткізді да ол кісілер. Әйтеуір алдағы уақытта енді менде бұл істе тәжірибем не жетіспегеннен кейін кез келген істе білім қажет та адамға. Бұл сервистік қызмет болғаннан кейін ол кісілер өздерінен болатын бизнес тренингтер туралы мағлұмат беріп жатыр. Сол жақтан енді тіркеліп қазіргі уақытта оқу несін өтуге сол жаққа баратын болып келісіп жатыр. Үстел теннисін ашқандағы басты себеп жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Сонымен қатар, бұл спорт түрі денсаулыққа пайдалы дейді ол. Енді негізгі әйтеуір қоғамға пайдалы іс жасауы, осы қалада жастарды осы салауатты өмір салтына, уақытын тиімді пайдалануға, өзімнің кәсібім әйтеуір бір пайдасы тисе екен деймін да осы нәрсеге. Жас кәсіпкер келушілерге жағдай жасауды да ойластырған. Бағасы әлдеқайда арзан спорт орталығында жастар теннис қана ойнап қоймайды. Сонымен қатар тәттілермен шай ішіп, жақсы демалады алады. Ашылғанына аз уақыт болса да, Дос үстел теннисі орталығына келушілер қатары күн санап көбеюде. Кәсіп ашып өз ісімді өрге басырсам дейтін кез келген азаматқа кәсіпкерлер палатасы көмек қолын созуға дайын. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденісте болайық. Келесіде жүздескенше.